Кешке үйге келіп, шұлығыңызды шешкенде, аяғыңызда терең із қалып қойғанын байқайсыз ба? Аяқ киіміңіз тар келіп, аяғыңыз пілдің аяғындай ауырлап, басудың өзі мұңға айнала ма? Жақындарыңыз сан түрлі болжам айтады. Жас келген соң бола береді. Бұл жүректің белгісі деп қорқытады. Тіпті бүйрегіңіз сыр берді деп диагноз қойып тастайды. Ал сіз болсаңыз, жас келген соң бұл қалыпты жағдай шығар деп өзіңізді жұбатасыз. Менің сізге айтарым, ісіну ешқашан қалыпты жағдай емес. Кез келген ісіну бұл ағзаңыздың сізге айтқан сигналы. Біздің басты міндетіміз сол сигналды қайдан келгенін анықтау. Мен Мирас Ерланұлы. Бүгін аяқ ісінуінің 3 негізгі себептерін анықтап, ол туралы айтып беремін. Видеоны соңына дейін көріңіз, себебі видеоның соңында үй жағдайында аяқтың ісінуін жеңілдетуге болатынын, қай жағдайда дәрігерге баруды 1 минутқа да кешіктіруге болмайтынын білесіздер. Ендеше бастайық. Ісіну дегеніміз не? Сұрағына қарапайым тілде жауап берейін. Ағзамызды үлкен бір қала деп елестетіңіз. Онда үздіксіз жұмыс істеп тұрған 2 негізгі жүйе бар. Бірінші жүйе су құбыры жүйесі. Бұл қан тамырлары. Олар арқылы сұйықтық ағып, барлық үйлерді, яғни жасушаларды қоректендіреді. Бірақ бұл құбырлардың қабырғалары мүлдем тығыз емес. Кішкентай капиллярлар арқылы сұйықтық тіндерге аздап сіміп отырады. Бұл қалыпты процесс. Екінші жүйе кәріз жүйесі. Бұл лимфа жүйесі. Ол жасушалар арасындағы артық сұйықтықты жинап, қайтадан қанға қайтарады. Ісіну дегеніміз, бұл осы 2 жүйенің арасындағы тепе-теңдіктің бұзылуы. Не су құбыры жүйесінен сұйықтық тым көп шығып кетеді, не кәріз жүйесі оны жинап үлгермейді. Соның салдарынан сұйықтық тіндерде қалып қойып, аяқты сіндіреді. Біз күні бойы тік тұрамыз, немесе отырамыз. Сондықтан да сұйықтық төменге, табан мен балтырға жиналады. Сол себептен ісіну көбіне кешке қарай күшейеді. Ал таңертең демалып тұрғанда азаяды, немесе мүлдем жоғалып кетеді. Егер ісіну кешке пайда болып, түнде демалып тұрған соң қайтса, бұл бөлек мәселе. Ал егер таңертең ұйқыдан тұрғанда да аяғыңыз ісіп тұрса, бұл мүлдем басқа, күрделірек жағдайдың белгісі. Үй жағдайында ісінудің бар жоғын білу үшін қарапайым әдіс бар. Оны қазір менімен бірге жасап көріңіз. Бас бармағыңызбен балтырыңыздың алдыңғы жағын, жіліншік сүйегінің үстін қаттырақ басыңыз. 5 секунд бойы ұстап тұрмыз. Саусағыңызды жіберіңіз. Егер тері тегістелмей, орнында терем ойық бірнеше секунд бойы сақталып қалса, бұл нағыз ісіну. Демек, тіндеріңізде артық сұйықтық жиналып қалған. Егер ісіну себептерінің рейтингін жасасақ, үлкен айырмашылықпен бірінші орында тамыр аурулар тұр. Қан тамыр арқылы төменнен жоғарға, яғни жүрекке қарай 1,5 метрге жуық жолды ауырлық күшіне қарсы жүріп өтуі тиіс. Бұл процесс 3 нәрсенің арқасында мүмкін болады. Балтыр бұлшықеттері. Олар қозғалған сайын венаны сығып, қанды жоғары итереді. Тыныс алу. Кеуде қуысындағы қысымның ауысуы қанды жоғарға сорып алады. Вена клапандары. Бұл тек жоғары қарай ашылатын бір бағытты есіктер. Егер осы клапандар бұзылса, қан кері ағып, веналардың төменгі бөлігінде жиналады. Қан тамыры созылып, ішіндегі сұйықтық сыртқа, яғни тіндерге сімеді. Нәтижесі ісіну. Тамырлық ісінудің белгілері. Ісіну кешке пайда болып, таңертең ұйқыдан соң жоғалады. Ісіну балтыр мен табан айналасынан басталады. Аяқта қорғасын сезімі, ауырлық, полып тұрғандай сезім болады. Аяқты жоғары көтеріп жатсаңыз, 30-60 минутта жеңілдік сезіледі. Варикоз міндетті түрде сыртқа шығып тұруы шарт емес. Егер тереңдегі веналар зақымдалса, сыртыңыз сау көрінгенімен аяғыңыз ісіп тұра береді. Бұл белгілерді байқасаңыз, міндетті түрде дуплексті сканерлеу жасау керек. 20 минуттық ауыртпалықсыз зерттеу клапандардың жай күйін дәл көрсетеді. Үй жағдайында жаяу жүрміз. Бұлшықет сорғысы тек сіз қозғалғанда жұмыс істейді. Кешке аяғыңызды жастыққа қойып, 20 минут жатыңыз. Егер бір аяғыңыз кенеттен екіншісінен күртісіп кетсе, қызарса, ауырса, және ұстағанда ыстық болса, бұл тромбоздың белгісі болуы мүмкін. Тромб өкпеге кетіп қалуы қауіпті. Тез арада жедел жәрдем шақырыңыз. Екінші орында жүрек. Жүрек біздің ағзамыздың басты насосы. Егер сорғы қуаты азайса, ол қанды бұрынғыдай күшпен айдай алмайды. Қан тамырларда іркіліп, сұйықтық тіндерге шығады. Бұл жүрек жеткіліксіздігі. Жүрек ісінуінің белгілері. Екі аяқта бірдей ісінеді. Алдымен тек балтыр іссе, кейін ісіну тізеге, тіпті іш пен бетке дейін жетуі мүмкін. Баспалдақпен көтерілгенде немесе жай жүргенде ауа жетпей қалады. Бұрынғыдан биік жастықпен ұйықтай бастайсыз. Себебі жазық жатқанда тыныс алу қиындайды. Салмағыңыз қатты өссе, бұл май емес, ағзадағы су болуы әбден мүмкін. Маңызды ескерту.
Ісінуді көре салып, өз бетіңізше зәр айдайтын дәрі ішпеңіз. Олар сумен бірге жүрекке қажетті калий, магний, натрийді ағызып әкетеді. Бұл жүрек ырғағының бұзылуына аритмия әкеліп, жағдайды ушықтырады. Мұндай дәрілерді тек дәрігер тағайындауы тиіс. Өз бойыңызда жүрек ісінуінің белгілерін байқасыңыз. Терапевт немесе кардиологқа барыңыз. Эхокардиография жасаңыз. Ол жүрек бұлшықетінің күшін және соғу қуатын нақты көрсетеді. Күнде таңертең таразыға тартылыңыз. Егер бір аптада себепсіз 2 килограммнан артық қоссаңыз, бұл ішкі ісінудің белгісі. Егер ісіну бірнеше күнде күрт өссе, демікпе тыныш отырғанда да мазаласа, немесе түнде ауа жетпей оянсаңыз, бұл жедел жәрдем шақыруды талап ететін жағдай. Үшінші орында бүйрек. Бүйрек ағзамыздың басты тазалау станциясы. Ол тәулігіне шамамен 180 литр қанды сүзгіден өткізіп, артық су мен уытты қалдықтарды зәр арқылы шығарады. Егер бүйрек сыр берсе, денеде су мен тұз жиналып, ісіну басталады. Бүйрек ісінуінің басты ерекшеліктері: ісіну аяқтан емес, беттен және қабақтан басталады. Таңертең айнаға қарағанда бетіңіздің ісіп, қабағыңыздың салбырап тұрғанын байқайсыз. Көз айналасындағы тері өте жұқа, сондықтан сұйықтық сол жерге бірінші жиналады. Бұл ісіну өте жұмсақ. Егер түнде бір бүйірлеп жатсаңыз, ісіну сол жаққа қарай төгіліп, ауысып кетуі мүмкін. Ең қауіптісі жоғары қан қысымы мен қант диабеті. Бүйрек өз жұмысының 50%-ын жоғалтса да, сіз ешқандай ауырсыну сезбеуіңіз мүмкін. Сондықтан қысым дәрілерін еске түскенде емес, күнделікті ішу бүйректі аман алып қалудың жалғыз жолы. Егер таңертең бетіңіз іссе, дереу несеп зәр анализін тапсырып, қандағы креатинин деңгейін тексеріңіз. Бұл бүйрек жұмысын анықтайтын ең жылдам әрі арзан әдіс. Кейде ісінудің себебі тереңде жатады. Қалқанша без. Бұл без баяу жұмыс істесе, ағзадағы барлық зат алмасу тежеледі. Белгісі: ісіну өте тығыз болады. Бассаңыз ойық қалмайды. Үнемі шаршау, ұйқышылдық, тоңғақтық, шаш түсуі және дауыстың қарлығуы. Егер осы белгілер болса, гормондарға қан тапсырыңыз. Сіз ішіп жүрген кейбір дәрілер ісінуді тудыруы мүмкін. Бұл дәрілер: қан қысымына қарсы кейбір препараттар, кальций арналарының блокаторлары, ауруды басатын дәрілер, ибупрофен, диклофенак. Оларды айлап ішу бүйрекке салмақ салады. Дәрі ішіп жүріп ісінсеңіз, оны өздігіңізден тоқтатпаңыз. Міндетті түрде дәрігермен кеңесіңіз. Өмір салты және тамақтану. Аяқты айқастырып отыру, веналарды қысып, ісінуді тудырады. Жазда тамырлар кеңейіп, қам айналымы баяулайды. Бұл физиологиялық құбылыс. Тұз суды ұстайды. Ең көп тұз дастархандағы тұз сауытта емес. Шұжық, нан, консерве және дайын соустарда болады. 3 күн бойы дайын өнімдерден бас тартып, тек өзіңіз дайындаған табиғи тағамдарды жеңіз. Ісінудің қалай қайтатынына таңғаласыз. Дәрігерге бармас бұрын мына қарапайым ережелерді орындап көріңіз. Бірінші, жаяу жүру. Күніне кем дегенде 30 минут жаяу жүріңіз. Жүгірудің немесе ауыр жаттығудың қажеті жоқ. Есімізде болсын, балтыр бұлшықеттері тек сіз жүргенде ғана қанды жоғары айдайды. Екінші, жоғары аяқ позициясы. Кешке 15-20 минут аяқты жүрек деңгейінен жоғары көтеріп жатыңыз. Бұл веналарға түсетін салмақты жеңілдетеді. Үшінші, тұзды бақылау. Тәулігіне 5-6 граммнан артық тұз пайдаланбаңыз. Өнім сыртындағы жапсырманы оқыңыз. Егер 100 грамм өнімде 600 миллиграммнан астам натрий болса, бұл тым көп. Төртінші, аяқ жаттығуы. Отырғанда сағат сайын табанды өзіңізге қарай 20 рет тартып созыңыз. Сосын оңға солға 10 реттен айналдырыңыз. Бұл небары 1 минутты алады, бірақ нәтижесі орасан. Бесінші, таразы басты бақылаушы. Күнде таңертең аш қарынға салмағыңызды өлшеп жазып отырмыз. Бір аптада себепсіз 32 килограммнан артық салмақ қоссаңыз, бұл май емес, жиналған сұйықтық. 60 жастан асқан және аяғы жиі ісетін адамдар үшін мына базалық тексеруден өту маңызды. Қан мен несептің жалпы анализі. Биохимия. Креатинин, жалпы белок, калий, натрий, глюкоза. Қалқанша без гормоны. Жүрек электрокардиограммасы. Веналардың дуплексті сканерлеуі. Бұл тексерулерді емханаға 1-2 рет бару арқылы жасауға болады. Бұл сіздің денсаулығыңыз туралы ең маңызды ақпарат. Өте мұқият тыңдаңыз. Мына белгілер пайда болса, дереу жедел жәрдем шақырыңыз. Бір аяқ қана кенеттен ісіп, қызарып қатты ауырса, тромбоз қаупі. Ісінумен бірге демікпе ентігу пайда болса, немесе түнде ауа жетпей оянсаңыз. Ісіну бүкіл денеге, аяққа, қолға, бетке, ішке жайылса.
зәр мөлшері күрт азайып, ісіну тез ұлғайса. Ісіну мен кеуде тұсының ауруы немесе еріннің көгеруі. Достар, ісіну бұл ауру емес. Бұл ағзаңыздың сізге жіберген сигнал. Оны елеусіз қалдырмаңыз. Ісіну кешке және аяқта болса, тамырдан. Ісіну демікпемен және симметриал болса, жүректен. Ісіну таңертең және бетте болса, бүйректен. Егер бұл видео пайдалы болса, лайк басып, арнаға жазылыңыз. Өзіңізді күтіміз.